Барлықтарыңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге термомикспен дайындалатын өте керемет рогаликінің рецептін ұсынамын. Осы рецептпен бірнеше рет дайындап көрдім, өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды. Ең алдымен сүтімізді, аштығымызды, қантымызды салып 3 минут 37 градус бір скотчта араластырамыз. Одан кейін жұмыртқамызды, ұнымызды, шым-шым тұзымызды, қопсытқышымызды, сұйық майымызды құйып 3 минут қалтыққа қоямыз. Қамырымыз дайын болды, енді оны 40 минутқа қалдырамыз. 40 минуттан кейін біздің қамырымыз осындай болып көтерілді. Енді қамырымызды кішкене бөліктерге бөліп шығамыз. Қамырымызды жаямыз, одан кейін беттерін видеода көрсетілгендей етіп кесеміз де сгущенкамызды салып жақсылап орап шығамыз. Енді рогаликінің бетін 30 минутқа сүркіме жауып қоямыз. Рогаликтеріміз кішкене көтеріледі, одан кейін үстіне жұмыртқаны жағып, қызып тұрған пеште 200 градус 20 минутта пісіріп аламыз. Сонымен біздің рогаликтер дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, сіздерге ұнайтынына мен сенімдімін. Және менің арнама тіркеліп, маған қолдау білдіріп кетіңіздер.